Мекке қаһары қатты болған, ашуы қатты шыққан әке секілді дейді. Меккені солай сипаттап береді. Ал Мәдина жүрегі мейірімге толы, баласы қанша қателік жасаса да кешіріммен қарайтын ана секілді деп айтады. Мәдинаның енді атмосферасы пайғамбарымыз солса мінезіне көркем жұмсақ. Бұл жақтың адамдары да дәл сондай. Мәдина қаласы ең алғаш Ясриб деп аталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қоныс аударып келгеннен кейін бұл қаланы пайғамбарымыз солсам құрметіне Мәдинатул Мунаввара деп қойды. Нұрлы қала деп. Бұл қаланың адамдарында ренжіспеңіздер. Меккеде қалай көркемділік танытып жүрдіңіздер, ол жақта да дәл солай жүру керек. Көркемділік таныту керек, кішіпейіл болу керек, адамдармен жұмсақ сөйлесу керек. Сөйлесіп қалсаңыздар, мейлі хотя бы жаңағындай не болсын, сатушы болсын, жай үшін қызметкер болсын, жұмсақ сөйлескен дұрысырақ болады. Енді өткенде Мекке экскурсиясы кезінде айтқанбыз, пайғамбарымыз сосын Меккеден Мәдина қоныс аударардан алдан, хижрет жасардан алдын Мусхаб ибн Умайр дейтін сахабаны жіберген. 18 жастағы Мусхаб ибн Умайр Мәдинаға келеді да бір жылдың ішінде 70-тен астам адамды исламға алып келеді. Мәдинаны дайындай бастайды. Соның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи кезегені келді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сәуірге барды, сәуірде 3 күн түнеді, одан арада шықты, жолға кетті. Солай Мәдинаға жетіп келеді. Мәдинаға келсеңіз бірден қалаға кірмейді. Құба районына келеді. Құба. Толағал бадру алейна дейтін нашид бар. Сол нашидті осы құбалықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнап шығарған. Өлең, жыр, шумақтар деп айтамыз ғой біз. Міне соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы құбалықтар арнап шығарған болатын. Құба районында жаңа 4 күн болады. Дүйсенбі күні Құбаға келеді да 4 күн Құбада болып, 5-ші күні жұма күні Мәдинаға жолға шығады. Құбадан шыққаннан кейін жолда жұма намазын оқиды. Жұма намаз сол кезде парыз болады. Уажib болады жаңағыдай, міндеттеледі. Соны өтеді. Арада Мәдинаға келеді. Мәдиналықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда сондай бір сағынышпен, махаббатпен күтеді. Бірақ енді ол заманда Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp дейтін нәрсе жоқ. Авасына бүйтіп фотосын қоя салатындай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мен Абу Бәкір Сыддықты екеуі ажырата алмайды. Қайсысы Абу Бәкір, қайсысы пайғамбарымыз екен. Несінен ажыратады? Қалай ажыратады? Ау? Қалай дейсіз? Естімей отыр дауысыз. Нұры дейсіз ба? Енді ол нұры екеуінде де дұрыс тұр, бірақ қайсысы екенін білмей тұр ғой. Төбесінде бұлт болған ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бұлт жүрген. Көлеңкесі жоқ па? Соған қарап білген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір тарихын оқу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қаласына келе жатқаннан кейін бір дайындық жасап келу керек та бұл қалаға. Бір әншінің, бір актердің, болмаса бір әртістің қаласына, мемлекетіне жіберсе, ол әртіс бүкіл нәрсені біліп алып барамыз ғой біз деген. Футболист болса кім, самолет ағанда әйелі кім, бала шағасы кім, қанша гол соққан деген сияқты мысалға да. Енді мыналарда екі өмірдің сардары болған, Аллахтың сүйікті құлы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жайлы білмей тұрсақ, айып нәрсе болады. Негізі мұсылмандығымызға бір сын нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өмір тарихы өмірімізде бір рет қана оқылатын кітаптар емес, үздіксіз оқылатын кітаптар, әрдайым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи солай келеді. Мәдиналықтар, я Расулалла, менің үйіме қоныңыз, менің үйіме қоныңыз, менің үйіме қоныңыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дейді, түйенің бірінші тоқтаған жері менің үйім болатын жер деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, Абу Бәкір мен бүкіл адамзаттың имамы дейді да, яғни сауабын дейді да, таразыға қоятын болса, Абу Бәкірді басып кетеді деп айтатын хадис бар ғой, білесіздер ғой, Сол неден шыққан білесіздер ма? Жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой, түйенің бірінші тоқтаған жері менің үйім болатын жер дейді ғой. Абу Бәкір сол жерде өзінің миссиясын түсінеді. Қандай миссия? Сол жерді сатып алу керектігін. Түйенің екінші тоқтаған жері менің үйім болатын жер дейді. Абу Бәкір жаңағы жерді сатып алады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үйі қаланады. Үйі қаланады.
сол жерде енді Айша анамызбен бірге тұрады. Сам дүниеден өткеннен кейін халифалыққа Абу Бәкір келеді, иә. Абу Бәкір келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзінің жатқан орнына жерленеді. Абу Бәкір дүниеден өткен кезде Абу Бәкірді Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жанына жерлейді. Енді бір қызығы Айша анамыздың тектілігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи күйеуі Абу Бәкір әкесі, иә, жаңа жатқан бөлмеге, жерленген бөлмеге кірген кезде Айша анамыз орамалсыз кіре беретін болған. Орамал шешіп қойып кіре беретін болған. Үшінші орында алады деп өзіне дайындайды ғой Айша анамыз. Содан оған Омар келеді. Айша, мынау мені досым Абу Бәкірден және пайғамбарымыз Мұхаммадтан ажыратпашы дейді ғой. Үшінші орын маған берші дейді. Әлгі жерде Айша анамыз Омарға дейтін құрметпен үшінші орынды Омарға береді. Омар дүниеден өткеннен кейін үшінші орынға сол жерге жерленеді. Енді бөлменің есігі жабық. Біріншіден Айша анамыз кіретін кезде есік тақылдататын болған. Екіншіден орамалын оран әурет жерін жауып кіретін болған. Хотя олар мәйіттер ғой, енді өліп жатқан, жердің астында топырақта жатқан. Мәйіт деп айтпай қойшы, олардың денелері қияметке сақталады ғой. Бірақ сондықтан не істейді? Бөлмесін тақылдатып, әурет жерін жауып кіретін болған. Біздікілер ұстап, шашын жайып тастап, меңдердің деген сияқты бүйтіп жетіп кірмейтін болған да олар. Міне Айша анамыздың тағы бір тектілігі. Кейіннен енді бұл мешіттің орны үлкейтіле бастайды. Патшалықтар келген кезде реставрация жасалынады. Мынау Рауда деп атаймыз ғой. Рауда деген не жер бұл, не нәрсе? Рауда дейтін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйімен минбары бар ғой, жұмаға барасыздар ғой. Өзі имам құтпа оқиды ғой, шығып алып ағаштың үстіне минбар. Міне сол екі аралық Рауда мекені деп аталады. Бірақ жаңағыдай ана сәлемге қатысты айтылғандай бұл жерде бір хадис жоқ. Кімдегі Раудаға кіріп намаз оқса, менің шапағатыма ие болады дейтін. Болмаса менің тірі кезімде келіп менімен бірге намаз оққандай болады дейтін. Ондай бірде бір хадис жоқ. Бірде бір хадис жоқ. Рауданың ішіне кіріп намаз оқыдыңыз не, сыртынан намаз оқыдыңыз деп сауап бірдей беріледі. Ішінде де 1000 сауап, сыртында да 1000 сауап. Ана кейбір фирмалардың гидтары, ұстаздары ойбай, енді қажылардың жаңағындай білмеймін, андай эмоцияға салғысы келе ме, бір әсер бергісі келесі ме, иә. Кейде бір құрама хадистерді айтып жібереді. Ойбай, кім сол Рауданың ішіне кіріп намаз оқып шықса, жәннаттан намаз оққанмен бірдей тең екен деген сияқты. Жәннатта айтамын олға, Раудаға екі түрлісі, артында бір сиятын нәрсе айту керек қой. Сондықтан әсерлі нәрселер тыңдап алып келіп, ойбай деп мына жаққа біздің қажылар кейде нетіп кетеді, беріліп кетеді. Сондай нәрсеге беріліп кетпеңіздер. Хадистің жеткізу жолын қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешіті әр патшалық сайын реставрациядан өтіп отырады. 10 рет, тарихта 10 рет реставрациядан өткен. Ең соңғы өткен реставрация 1984-тен 1994-те жасалынған. 1994-те жасалынған. Қазір мынау біздер барып бірге көретін мешіттің соңғы үлгісі сол жылы жасалынған. Мешіт сыйымдылығына келетін болсаңыздар, бір уақытта бір намазға 650 мыңнан астам адам намаз оқи алады бір уақытта. Мешіттің тек қана ішінде ғана. Ал оны сыртта шатырдың асты, соны қосқан кезде, қоршаудың ішін қосқан кезде 2 миллионға жоқ адам намаз оқи алады бір уақытта. Мешіт әлемдегі ең қымбат ғимараттардың қатарына кіреді. Оған біраз сумма кеткен. Тағы және оның қымбат ғимараттар қатарына кіретін бірден-бір себептері мешіттің есіктері, терезелері, терезесіндегі жаңағы решеткілері, люстралары таза алтын, ешқандай қоспасы таза алтын. Ұрлап кетіп жүрмеңіздер. Анау мешіт оң жағымызда тұр. Әзіл деп айтып отыр, мүмкін біреуіңіз араңызда үйленіп әйеліңізге махрге алтын обещать етеді. Решетка ойып жүрмеңіздер. Плоскостың мешіттің оң жақтарыңызда анау көріп тұрғандарыңыздай. Енді бағана айтып өткендей, ешқандай умраның немесе қажылықтың бір орындалатын рәсімдері жоқ. 5 уақыт, 6 уақыт азан шақырылады бұл жақта да. Енді көптеген қажылардың қоятын сұрақтар бар ма деп сұрақ қойып жатады. Зәмзәм су бар, бірақ мешіттің ішінде бочкеде
анау сыртта ағып тұрған су зәмзәм су ма деп келіп сұрайтындар болады. Ол жай простой су, ішуге бола ма? Болады. Мәдинада зәмзәм су шықпайды, бұл жақта бұлақ жоқ. Бұлақ Меккеде ағып кеткен уже. Сафа Марвада. Мына жерде зәмзәм су мешіттің ішінде бочкеде тұрады. 6 уақыт азан шақырылады, әрбір парыз намазынан кейін жаназа намаз оқылады бұл жақта дәл Меккедегідей. Енді сауап 1000 еселенеді бұл жақтағы, басқа жақтағы намаздарымыздан. Мешіттің тағы да қымбат болуы, мешіттің айналасындағы шатырлар. Шамамен қателеспесем 217 бар. Бұны кәдімгі патенттеп алған Мәдина қаласында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітінде болды. Бұны басқа жақта жасай алмайды. Жасағандар сотталады. Бір шатырдың құны шамамен $500 миллион тұрады. Примерно бағасы. Менің білуімдегі. Мүмкін ол цифр одан көбеюі мүмкін. Қатты қымбат. Мешіттің 41 есігі бар. Мешіттің өзінің 41 есігі бар. Қоршауы бар ғой. Біздің отель. Енді Мәдинада отельді қалай табамыз? 316 ворота. Воротада 316 деп тұрады. Сонымен тіке шығамыз, мешіттен шыққаннан кейін тура жүре береміз. Алдымызда кольцо тұрады. Кәдімгі кольцо, трассаның бойында кольцо. Сол кольцоның солға қарай кіріп басаңыз, Гранд Сафи отель деп жазылып тұрады төбесінде, шекесінде. Бір адасып кететіндей емес. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлемге қай уақытта барамыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сәлемге сағат 10-да барамыз. Кішкене. Қазір құптан намазынан адам көп жүреді ана жерде. Маған айтып отырмын, күнше сәл ыстықтауы әйіміздердің шақысына да кірмеу керек жігіттер. Өйткені біз ішке қарай кіріп, бака сәлем беріп шығамыз дегенше пробканың бір 40 минут мұнда өтіп кетеді. Енді мен бұрын келіп қойған, мен білем деген кісілер болатын болса, мен өзім бара берсем бола ма деген кісілер проблем жоқ, рұқсат болады, барып сәлем бере беруге. Жалпы оны бірінші келіп отқан кісілер, мен қалай сәлем берсем болады екен дейтін кісілерге айтарым, кешке сағат 10-да, ровно 10-да отельде ресепшн жиналамыз. Егер кімде-кім мешітке кеткен болса, жаңағы 316 воротаның алдында жиналамыз. Ворота 316, осыны ұмытпаңыздар. Мешіттің территориясында намаздан шыққаннан кейін адасып қалатын болсаңыздар да 316 воротаны іздеп табу керек. Міне, осылай табу. Вообще группаға жіберіп қоямын жалпы негізі, қалай екенін бәрін түгел. Құдай қаласа қазір видеоға түсіп жіберіп қоямын. Міне осылай жүресіздер, осылай келесіздер. Мына отельдің жанында деген сияқты көрсетемін. Енді азанда ертең сағат 9-да экскурсия Мәдина қаласы бойынша. Иншалла баратын жеріміз Ухуд тауы, Ухуд шайқасы болған жерге барамыз бірінші. Одан кейін Қиблатайн, қос құбылалы мешіт. Бұл мешіттің жанынан өтеміз. Хандақ шайқасы болған жер, яғни Мәдинаны айналдыра қазған жер. Сол жерден өтеміз. Және ең соңғысы Құба мешіті. Құба районы. Ислам тарихындағы ең алғашқы салынған мешіт. Сол жерге барамыз. Иншалла, Құдай қаласа. Экскурсиямыз сол бір Меккедегідей 2-2,5 сағат уақыттай болады. Одан келген жеке құлшылықтарыңыз жүре бересіздер. Ары күні жұма намазы. Енді өткенде Меккеде жұма намазын оқыңыздар, енді осы жақта Мәдинада жұма намазын оқыңыздар. Себебі жұма күні біз кешке қаратай сағат білмеймін, шамамен 10:30-11-ге таман отельден шығып кетуіміз де мүмкін. Өйткені сіздердің самолеттер келу, жаңағы скатпен сіздерді қайтатын уақыттарыңыз скат болғандықтан, скаттың Мәдинаға қонатын уақыты 3:30 деп қойыпты. Мен аэропортқа барып сіздерді шығарып саламын. Прямой рейс, өткенде Шарджада пересадка іздейтін жоқ. Прямо Алматының аэропорттарынан шығасыздар ғой, иншалла. Құдай қаласа. Енді сағат примерно сол 11-11:30-да отельден шығып кетуіміз мүмкін. Жұма күні кешке мен тағы да хабарландыру ретінде жазамын. 4 күні Құдай қаласа енді иншалла обедте Алматыда боласыздар ғой, примерно обедте. Жаңағы күтіп алатын туысқандарыңыз бар болатын болса, солардың бәрін айтып қойсаңыздар болады. Мынау кольцо деп міне, қараңыздар, міне кольцо міне. Мына машиналар жүр ғой. Әне мешіт Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешіті. Мына осы мына Босфор дейді, міне мына бірақ деп тұр. Босфор дейді, мына оң жақтарыңызда. Міне Гранд Сафи біздікі міне тұр. Әлі Сафи отель деп тұр ғой, міне Гранд Сафи міне. Иә, Босфор турецкийді ұмытпасаңыздар болды ғой. Жанында кольцода кіресің, мына тура мына мешіт қой, мына қонағы біздікі міне. Заттарымызды ұмытпаймыз. Бәріміз заттарымызды алып түсеміз иншалла. Енді бұл жақта ас тағы да Меккедегідей 6 мен 10-ның арасында жаңа лифтіде N этажда асханасы, ресепшн дәл солай G-ға түсесіздер иншалла. Жақсы ма? Тағы да бір чатқа жақпен
өтініш кіре салып Wi-Fi-ға қосып не жоқ, интернет жоқ, Wi-Fi-ға қосып